Эми достор, бүгүн мен силерге Pinduodo'dan қалай заказ берүүгө болады, сол тууралуу айтып өтетін боламын. Ол үшін Pinduodo'га кіреміз бірінші. Демек, Pinduodo'da сіздер алатын товарлар осылай тізімін шығарып тұрады. Яғни не алмақшысыз өзіңізге, сол товарлардың тізімін осылай шығарып тұрады. Енді сіздерге мен бірінші болып менің бөлімнің ішін таныстырып өтетін болайын. Демек, қараңыздар, сіздер бірінші товар заказ бермекші болған товарларыңыз мына жерде шығып тұрады. Яғни сіз товар заказ берген товарларыңыз осы жерде болады. Бірінші сіз товарды өзіңіз ұнаттыңыз, кіріп төлем дегенді бастыңыз, бірақ ақшасын төлеген жоқсыз. Сол товарлар мына жерде тұрады. Бір күн, яғни 24 сағат бойы дәл мынандай жазумен шығып тұрады. Яғни сіз мына товарды алмақшы едіңіз, бірақ товардың ақшасын төлеген жоқсыз деп сізге дәл осы жерден шығарып тұрады. Екінші, мынау бұл күту уақыты. Күту уақыты деген мен қазір алдағы уақытта көрсететін боламын. Қазір мына күту уақыты дегенді естеріңізде сақтап алыңыздар. Енді мынау бұл газельге сіз күту уақытынан шығарылғаннан кейін сіздің товарыңызды продавец алып, сіз өзіңіз берген каргоның адресіне жеткізгенге дейінгі уақытта мына жерге тұрады. Сіз қайсы каргоға жазған болсаңыз, адресін сол каргоға жеткізгенше осы жерде тұрады. Және айтатын нәрсе, ақшасын бөліп төлеу, кредит деген сияқты нәрсе жоқ. Бұл жерде тек наличка ақшасын төлейсіз, сосын барып сізге товарды жолға шығаратын болады. Енді адресті қаяқтан енгіземіз? Адресті мына жерге енгізесіздер. Сіз бұдан алдын егер каргоға тіркелген болсаңыз, сол каргоның адресін енгізесіз. Яғни сіз қандай каргоға тіркелген болсаңыз, оның барлығын толық өздері айтып өтетін болады. Қаяққа қалай тіркеу керек екенін. Енді мен Инэкспортқа тіркелгем. Инэкспортқа тек Инэкс код арқылы ғана кіре аласыз. Яғни сіз Инэкс кодыңыз сізге әркімнің өзіне жеке-жеке Инэкс код береді. Инэкс кодты алғаннан кейін, мекен-жайды көшіріп алғаннан кейін, осы жерге дәл осылай қызыл түймеші болады. Мына жер пустой болады. Мен өзім адресін енгізіп қойғам. Мына қызыл түймешені басасыздар. Мына жерге өздеріңіз адрес енгізулеріңіз керек болады. Яғни мен мына адресті алған болатын, яғни копия жасадым қазір. Мына жерге кірдік. Кірген кезде мінекей мен Инэкспорттан адресті көшіріп алдым. Инэкспорттан адресті көшіріп алғаннан кейін мына жерге кірген кезде дәл осы сіздерде шығады. Менен қазір сұрап жатыр, сіз мына адресті өзіміз теріп жазайық па мына жерге деп отыр. Сіз иә деген бассаңыздар, өздері автомат түрде сіздің Инэкс кодыңыз, номері, мекен жайы, тағы басқасы барлығын толық өздері жазып өтеді. Тек сіз қызыл түймешен иә осы жер дегенді бастаңыз, жеткілікті. Өздері дәл осы каргоға дейін жеткізіп береді. Және жеткізіп беруі тегін. Яғни сіз аяқ киімнің тек мына бір аяқ киім алып болсаңыз, сол аяқ киімнің ақшасын ғана төлейсіз, жол ақысын төлемейсіз. Каргоға дейін. Ал каргодан Қазақстанға келгенге дейін ақшасын сіз каргоға бөлек төлейсіз. Яғни Pinduodo'ға аяқ киімге бөлек, жол ақысын сол сіз өзіңіз тіркелген каргоға бөлек төлейсіз. Яғни каргоға өзіңіз тіркелген карголарыңыз өздері айтады, бізге за килограмма мынанша теңге деп олар өздері белгілі бір цена қойып қойған за килограмма. Ал Pinduodo'да сіз тек қана сол алатын затыңыздың ақшасын ғана төлейсіз. Жол кірасын бөлек есептететін боласыз. Енді демек адресті енгізу түсіндік. Енді келесі нәрсе, біз товар заказ беретін боламыз. Товарды қалай заказ береміз? Енді қараңыздар, мына жерде өзімізге бір товарды ұнады дейік. Демек, мына спортивканы көрейік. Бірінші мына спортивка, яғни 39 юан екен. Бұның ценасы 39 юан, мына жерде 41 юан. Неге екі цена? Бірінші, 39 юан сіз мына жерде күту залында күтіп тұрасыз. Мен жаңа айтқан едім, күту уақыты деп. Осы жерде, мына жерде, мысалы үшін, мына спортивкадан 10 штук болса, мен мына спортивканы жолға шығарамын деп, олар өздері бір белгілі бір норманы қойып қояды. Сол норма толғанға дейін осы жерде күту залында тұрасыз. Күту уақыты меніңше адаспасам 3 күн, даже 3 күнде емес, мен өзім берген товарларым 1 сағат, ең ұзағы 1 сағатта жолға шыққан болатын. Осы уақытқа мен 3 күнде күтпеген, негізгі өздерінің уақыты солай. Ары кетсе 1 сағат, 2 сағаттың ішінде бұл товарлар толады. Себебі Pinduodo'ға миллиондаған адамдар кіріп заказ береді. Сол үшін күту уақытын таңдап, асықпай товарды ала бергендеріңіз дұрыс. Яғни, егер күту уақытын қаламаймын, мен күткім келмейді, 1 сағат, 2 сағат болсын, тезірек жіберіңіздер дейтін болсаңыз, мынау 41 юан деген басасыздар. 41 юан деген бастаңыздар, сіздерге товарды күткізбей, бірден тек өзіңізге ғана жеке көлікпен жібереді. Яғни, сол каргоға дейін. Ал каргодан бияқа жеткізгенге дейін ол бөлек уақыт алады. Енді
күтүү деген түшүндүк. Яғни сіздің товарыңызды мына жерге адамдар толғанға дейін сіз мына жерде күтүү залында күтесіз, как аэропортта күткен сияқты күтесіз. Енді мына товар сізге ұнады. Ұнағаннан кейін таске түссеңіздер, размері қандай, неден тігілген, қалай жалпы нелері қандай, материалдар қалай, солардың барлығы туралы толық ақпарат беріп қойылған. Яғни қанша киімдегі келетін болсаң, сол размерге қарап, яғни килограммға қарап, мына жерге жазып қойған. Барлығын осы жерге қарап өзіңіздің өлшеміңізді тауып алсаңыз болады. Енді бізге ұнады. 39 юан дегенді басамыз. Яғни біз күтіп, сосын барып сатып аламыз. Енді демек қараңыздар, бұл жерде де адамдарды реклама жасайды, яғни бірінші арзан товарды көрсетеді. Қараңыздар, мына товар қазір 39 юан. Менің размерім делік 163 XL делік. Енді қараңыздар, негізін XL кем. Енді 2 XL размерін бердім. Мұнау қазір от болып тұрғанын байқасаңыздар, ол ең көп сатылып жатқан товар, яғни хит продаж дегені. Ең көп адамдар қазір мынадан сатып алатыр, осы товар сатылымда зор кетіп жатыр дегені. Мынау от болып тұрғаны. Ал оты жоқтар, ол да сатылып жатыр, бірақ мына секілді емес дегенде, қарапайым сатылымда дегені. Бұл қазір мына товар 39 юан. Енді қараңыздар, мынау товарлар, яғни тройкалар, яғни 3 киімдер, спортивка, майка, футболка жесі, яғни төртеу отыр, тройка, четверка. Енді осыны сіздер сатып аласыздар 69 юанға. Яғни біз 69 юанға спортивка, майка және тағы ішінде тағы бір футболкасы және трикосымен біз 69 юанға сатып алады екенбіз. Енді демек мынаусы бізге қазір тек үстіндегі спортивкасы мен шалбарын екеуін сатып алатын болсақ 45 юанға екен. Енді сатып алатын болғаннан кезде мына қызылды түймешені басасыздар, сіздерде дәл мынандай пластик карточканың нөмірі шығады, дәл осындай шығатын болады. Егер сіздікі Каспий Голд немесе мастер-карта болатын болса, мысалы үшін Халық банк, Жусан банк, олардікі мастер-картқа келеді. Мынау қызыл жүрекшенің ішін таңдайсыздар. Егер сіздерде осы болатын болса, жоқ, сіздерде басқа PayPay, басқа нелер болатын болса, мынаны немесе мынау өздерінің пластик карточкалары бар, соларды таңдайсыздар. Егер сіздерде яғни Каспий, Халық болатын болса, мынаны басасыздар. Яғни мынаны басқаннан кейін сіздер адресті енгізесіздер. Яғни пластик карточканың данныйын енгізесіздер. Мынаны басамыз, 45 юан дегенді басып, енді төлемге бізді өткізетін болады. Сізді төлемге өткізген кезде виза картаның, яғни виза картаның данныйсын енгізетін боласыз. Яғни виза картаны енгізетін боласыз. Виза картаны біз қалай енгіземіз? Мінеки виза картаға сіздерге дәл осылай кіреді. Мына жерге яғни пластик карточканың алдыңғы 5 картасын енгізесіздер. Алдыңғы картасын енгізесіздер. Мен қайта жаздым. Мына жерге енгізгеннен кейін сіздерге дәл осындай бет шығарып береді. Дәл сол жерге де дәл осындай бетін енгізесіз. Дәл осындай картаның нөмірін жазасыз, срок годын жазасыз, аты жөніңізді жазасыз, яғни артындағы CVV кодын жазасыз және сіз төлем дегенді басасыз. Төлем дегенді басқаннан кейін сіздерден өзі автоматты түрде төлем шешіліп алатын болады. Төлем доллармен емес, юанмен шешіледі. Тек юанмен ақша шешілетін болады. Яғни мінеки мынаны басасыздар, мінеки юанмен шешілетін болады. Сосын оны пластик карточкаңыздың данныйын енгізіп болғаннан кейін сіздерге де дәл осындай код беріледі. Мына кодты телефонға сообщение келуін күтпей қойыңыздар, сіздерге ешқандай сообщение келмейді. Мына жердегі кодты сіз өзіңіз естен шығармайтын бір код енгізуіңіз керек. Себебі товарыңыз орнына жетіп барған кезде сізде яғни мына товар жетіп барғаннан кейін мына товарды сатқан адам сізден мына кодты қайтадан сұрайды. Мына кодты сіз енгізесіз, қазір мына жерге енгізетін кодыңызды енгізгеннен кейін барып сіздің пластик карточкаңыздан шыққан ақша жаңағы продавецтің қолына түседі. Оған дейін мына пиндоуда сақталып тұрады бұл ақша. Бұл ақшаңыз, сіздің ақшаңыз пиндоуда сақталып тұрады. Сіз сатып алған зат каргоға жетіп барған кезде каргодағылар сізге барлық данныйларын жібереді. Сіз одан кейін сол товар болатын болса, егер сізге мына жерге тағы код сұрайды. Сіз енгізген кодыңызды мына жерге, қазір енгізген кодыңызды қайтадан енгізесіз. Енгізгеннен кейін барып, продавец аяқ киімді алатын затыңызды, товарыңызды каргоға береді. Ал сіз төлеген ақшаның кодын енгізесіз.
сол сіздің каспиңізден шыққан ақша одан кейін барып мынау продавецтің қолына түседі. Оған дейін ол Pinduoduo сайтында болады. Pinduoduo сайтында ол қорғаулы болып тұрады. Және тағы бір нәрсе, сіз мына жерге 3 бірдей сан, яғни 999, 888, яғни бірдей сандарды 3 рет теріп жазамайсыз. Сандар өзгеше болуы керек. Яғни бірдей сандарды теріп жазуға болмайды. Ол база қауіпті, бұл тез оңай шешіліп алатын деп есептейді. Сол үшін сәл қиындау код қойыңыздар деп жазады. Сол үшін 001, 002 деген сияқты терулеріңізге болады. Яғни бір сан 3 рет қайталанбау керек. Мысалы үшін 99, 88, 77 деген сияқты қылып сандар терсеңіздер болады. Ол сан есіңізден шығып кетпесін. Демек, түсіндік. Енді тағы бір нәрсе түсіндіре кетейік. Сіз мына товарды алмастан бұрын, егер продавецпен сөйлесетін болсаңыз, продавецпен сөйлескіңіз келетін болса, продавецтен сіз мына жерде тұрған сообщениенің үсті тұр. Осы сообщениенің үстін басасыз. Және мына жерге кірген кезде сіз алмақшы болған товарыңыз, яғни мына товар. Осы үстін басасыз, ол кісіге сіздің алмақшы болған товарыңыз кетеді. Яғни осы жерде сіз сұрап аласыз, товарыңыздың өлшемі қандай, салмағы қандай, жалпы үшеуін алмақшы болсаңыз, салмағы қанша шығады. Тағы сол сияқты сұрақтарыңызды осы жерден қойсаңыздар болады. Егер қытайша білмейтін болсаңыздар, мынау Redmi телефондарының, Samsung'ты білмеймін, бірақ Redmi'да сондай функция бар, өздері тікелей перевод жасайды. Мына жерде 3 нүктені басасыз, ол жерде мына жерде аудару деген тұр. Осы аудару дегенді бассаңыздар, мінекей қазақ тілінен қытай тіліне тіке өткізеді. Сәлем, мінекей сәлем деген сөзді маған тіке қытайша аударып береді. Қызыл түймешені басасыздар, оған кетеді. Салмағы қанша? Мінекей салмағы қанша дегенді өздері қытайша аударып беретін болады. Яғни Қытай жеңілдетілген Қытай иероглифтері арқылы сіз перевод жасайтын боласыз. Мына өзіңіздің сообщенияларыңызды осы жерге жібересіздер, және мынаның жіберген сообщениесінде басып копия жасап мына жерге қойсаңыздар, сіз яғни Қытай тілін таңдайсыз, Қытай тілінен қазақ тіліне сәлем қымбатты, мен сізге қалай көмектесе аламын деп менен сұрап жатыр. Яғни дәл осылай сіздер қытайлықтармен сөйлессеңіздер болады. Тағы да басқа түсінбеген нәрселеріңіз болатын болса, сіздер комментарияға жазып кетіңіздер, мен міндетті түрде сіздерге көмектесетін боламын. Тағы да не білгілеріңіз келеді, сол туралы барлығын айтып өтіңіздер. Және каналға подписка, видеоға лайк басып кетуді ұмытпайық, достар. Бұл менің каналымның дамуы үшін өте үлкен мотивация, достар. Қолдау көрсетесіздер деген үміттемін. Кездескенше сау болыңыздар.